Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге адам ағзасына өте пайдалы гхи майының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл май гхи атауымен көп таралған. Біздің тілімізбен айтқан кезде тортасынан айырылған май, кейбір жерлерде шыжғырылған май деп те атайды екен. Мен бұл майды әрдайым өзім үйде дайындаймын. Осылай қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Магазиннен алған сармайымызды осылай қазанға салып ертіп аламыз. Толық ерігеннен кейін осылай бетіне көбіктер шығады. Оны бірден алып тастамаймыз, өйткені майымен бірге алынып кетуі мүмкін. Кішкене 10-15 минут қайнатамыз. Он 15 минут өткеннен кейін міне жаңағы бетіндегі көбігі алуға ыңғайлы болады. Сүзгімен жаңағы алып тастаймыз. Көбігін алып тастағаннан кейін майдың түсі түссіздене бастайды, мөлдір болып бастайды. Бірақ біз әлі де тағы да кішкене қайнатамыз. Міне толық дайын болды. Бетінде тағы да шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Майдың дайын болғанын қасықтың көмегімен білеміз. Қасықпен осылай алатын болсақ, ол түссіз, мөлдір және тұнық болады. Осыдан дайын болған білеміз. Міне менікі дайын болды. Енді суытып барып сүзіп аламыз. Менде 1350 грамм сармайдан 1070 грамм таза сармай алынды. Осылай мен 2 банкаға құйып аламын. Суығаннан кейін бетін жауып, холодильникке қоямын. Мен гхи майын осылай дайындаймын. Менің жасалу жолымен дайындап көріңіздер. Бұл майды мен балалардың кашасын пісіргенде, жұмыртқа қуырғанда және тағы басқа да екінші тағамдарды пісіргенде қосуға болады. Видеоны аяғына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк баса кетіңіз.